Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Сіздермен бүгін міне қой қырқып жатырмыз. Сол жерде біз бір қызықты бір жағдайға тап болып отырмыз. Соны көкемнен сұрап көрейік. Ал көке, қандай қызық көрдіңіз? Не айтқыңыз келеді? Қойдың үстінде қарап отырсаңыз, дақ-дақтар, қара-қараға жүнде шыққан дақтар бар. Егер соны қарасақ, мына қойдың жүннің арасында тікендері болады екен да, сол тікендер қадалып, теріге, етке дейін өтіп кеткен, 1 сантиметрге дейін тереңдеп сөйтіп өткен. Соның салдарынан екен. Одан Біреу көрсетуге бола ма? Мысалы, мына жер қара дақ қой. Ол жер суырып көруге болады, мысалы. Міне. Тағы да қай жерінде бар? Міне де біреу болған. Тағы да дақтарды. Міне мына арасында міне тікендер міне етке дейін кіріп кеткен. Міне жерде де бар. Сонда бұл тікен етке дейін кіріп тұр, иә? Қара, мына ұзындығы сонша мына неге дейін. Мынадан ұстап суырдым, мына қара. 1 сантиметр уже 2 сантиметр дейін кіріп тұр. Мына қара, етке дейін кіріп кеткен. Осыларды тездетіп көтерілмесе де қойды қырқып осылардан құтылу керек екен. Бұндай тікенменен қой оңға алады деп айтылмай. Міне жерде де біреу бар. Міне қоймақ суырып көреміз. Міне мынанша 1 сантиметрдей етке кіріп тұр. Қара дақтар, орны жара сияқты болып қалған. Мысалға айталық, біздің қойлардың терілерін қабылдамайды деп жатады көбіне. Осыған әсері бар ма осы тікендердің? Иә, әсері бар ғой. Енді ертең осыдан сойылған қойды мысалы тері қабылдайтын жерлерге апарғанда тері тесік, жара болса одан жақсы өңдеп жақсы материалдар шығара алмайды ғой. Сондықтан біздің Қазақстанның қойының терілерін көп қабылдамайды. Қойдың терісін Қытайда неден алдырады деп айтады біздің Қазақстан тері өңдейтін жерлері. Себебі осында осы шөптерден құтылу керек бізге. Ондай шөптер малға жақындатпау керек. Және крәлмен жуып тері ауруларына қарсы жылына 1-2 рет кранге тоғытып тұру керек. Мына тікендер бәрі қай жеріне түрсеңіз шыға береді. Мінекей тағы да біреуі тұр. Соны суырып көреміз. Не? Мынанша шықты. Ұстап тұрмын. Неғанда? Қане? Көрейік. Сонда не істеу керек бұны? Арна егілген жерге барып жай... Охо. Қараңыз. Арнайы шөп егіп сондай жерлерге жаю керек па? Ротациялық жайылым керек па сонда бізге? Қалай ойлайсыз? Солай болып тұр ғой. Кейбір жерлерде болсы тікендер болатын шығар. Ол жерге бізге қой жаюға болмайды. Осы қайтында тікен екенін біліп алуымыз керек.